бара жатырмын. Қазір сағат түстен кейінгі 4 кездері. Бүгін 25 қыркүйек. Мінекей менің презентациям Қорғайтын Абаханов Саламат Ыбырай Алтынсарин атындағы орта мектебі мемлекеттік мекемесінің 8В сынып оқушысы. Я, достар, бұл мен қазір парақты бір қолыма камераны қоқамастаймын. Ертең сағат 10 кезінде 26.09.2018 біздің мектебімізде Нұрхан оқулары болады. Жыл сайын болады. Мен қазір 8 оқимын. Нұрхан оқуларына ең алғаш рет 5 сыныпта қатыстым. 2 рет қатыстым да, біріншінде бас жүлде, екіншісінде бірінші орын алдым да. Сондай, короче, менде 2 бас жүлде мен бірінші орын бар, 1 бас жүлде, 1 бірінші орын, 2 екінші орын бар, сондай бар. Бірақ орда ұмытып қалдым, себебі грамоталарын коробканың ішінде жатыр. Я, короче, 5 класста 2 рет қатыстым, 6 класста 2 рет қатыстым, 7 класста қыста болаттығын, ақпан айында орыс мектебінде, бірақ мен оған дайын болмадым да. Өйткені сразу маған таңертең оқып жүрмін, 7 оқыған кезім. Қазір сағат 2-де сабақтан шыққасын, неге барасыз? Бірақ дайын болмағандықтан біз қатысқан жоқпыз. Мен және менің командам дегенге. Я биыл 8 сыныпта, 5 сыныпта мен екеуінде де, біреуінде өзім мектебімде оқыдым, екіншісінде Шоқан мектебінде оқыдым да, екеуінен де орын алдым. Шоқан мектебіне қатысқан кезде қатты қорықтым, себебі мен таң атпай, таң 8-де барғаннан кешке қарай келдім, себебі әбетте сол жерден істей салдым. Сол жерге шейін жүрдің, себебі таңертең басқа нелер от, өзі таңертең мен түстен кейінгі, менікі түстен кейін 5-ке, 4-ке қарай болды, одан кейін іріктеді, сосын грант сыйлады, фотоға түсті, анау қарағанша мен үйге сағат 6 нелерде келдім. Қазір сағат 4, түстен кейін 4, біздің сыныптағылар әлі сабақ оқып жатыр. Мені босата салып, мен қазір кешке қарай мектепке қайтып келем. Әлгі әсем апай звондаған кезде мен баяндап жатқан мектепке барамын да. Мынаны мен презентацияда оқуым керекпін. 6 класста мен біреуінде оқыдым, екіншісінде жай қағаз тапсырдым да, өзім отырдым актив залда, сөйтіп бұл жолы мен қатты қобалжып себебі мен әлі дайындалған жоқпын. Осы маған 20-сы болады деп айтқан, қыркүйектің 4-і 5-інде ма сондай басында. Бірақ осы уақытқа шейін осы қағаздарды, осы негізі қағаз менде болған, бірақ оны жоғалтып алдым өкінішке орай. Сондықтан бір кітаптардан әлгі компьютерге теріп жазып, принтерда шығарғанша, енді осының жадысы жоқ әлі. Мен үйге барып, осыны оқып дайындауым керек. Ертең сахнада тұрып оқимын. Еще мен ертең таңғы 8-де мектепте болуым керекпін. Мен негізі видео түсіремін деген бүгін 5 сабақ болсын, үйге барып видео түсіремін, лайфхак түсіремін деп дайындап отырғанмын. Даже қалтамда сценарий бар, соны видеолар түсіремін деп ойлап отырғанмын. Бірақ өкінішке орай қолым бос емес. Қазір жүрегім қатты соғып тұр, жүрегім ауырып тұр, қобалжып тұрмын себебі. Бірақ мен басында ойлағам, басында қатысам дедім. Өйткені мен жыл сайын қатысып жүрмін. Одан мен ойлағам, қатыспайын деп. Қатысқым келмей қалды, себебі мен түк дайын емеспін презентация қорғауға. Бірақ ертең осыны да жаттауым керекпін. Осыны мектептен алып кетуім керекпін. Осыны мен дұрыстап айтуым керекпін сахнада. Желге қағаздарын істеп жүріп кешеңдер видеоны қолымнан дұрыстай алмай жатырмын. Жүрегім қатты қорқып тұрмын, қобалжып тұрмын бәрінен де. Айтпақшы достар, мана бір-екі айтып жүрейін. Мына жерде сабаққа келе жатқан кезде осы жерде пластилиннің коробкасында болдым. Сосын аяғымен теуіп қардым. Bir кез ішінде бірдеңе жатыр. Сөйтсем ішінде кәдімгідей пластилиндер тұр. Ішінде барлығы бар. Не істедім деп ойлайсыздар? Я сумкама салдым. Достар, мен ондай ұрлықшы дағда затты алмаймын, жай ғана ала салдым. Мүмкін эксперимент жасайтын шығармын деп өзім пайдаланбасам да. Сосын комментария жазады қазір адамдар, ойбай, сен дұрыс емес деп. Міне жұмыстың авторы. Жұмыстың тық.
нейсін? Мирас деген фото түсіретін. О, ана жақта ғой, Наубайхана жақта. Ана шаштары жақта ол. Кішкентай балалар. Фотоға түсетін жер жүзбек. Ана жақта ғой, неге лағып жүрмін. О, желге. Әлгі постарин менің сумкамда, мен видеоға түсірем деген, қалай тауып алғанымды және қалай сумкама салып жатқанымды. Қатты жүрегім ауырып, қобалжып келе жатырмын, қорқып. Бірақ ешнәрсе емес, достар. Маған сәттілік тілеңіздер, мен бірақ дәп қазір сондықтан жарыс біткесін салармын. Мен сенімдімін жеңетініме. Сосын менде бір проблема бар. Прикиньте, мен сондай қиялидығым сонша анимедегі қызға ғашық болып қалдым. Ол сондай әдемі, оның шаштары ұзын, сары. Маған негізі бұрын қара шашты, шаш ұзын қыздар ұнайтын. Бірақ өсе келе шаш ұзын, жасыл, көк, розовый шашты қыздар ұнайтын. Бірақ оның бәрі бояу, оның бәрі химия. Бірақ маған қазір тек блондинкалар ұнайды. Яғни сары шашты қыздар. Сондықтан маған чисто блондинка керек. Табиғатынан сары шашты адам. Ал сендердің маған боялған бастарың керек емес. Яулейшт. Әлгіндей жақсы оқитын, сары шашты, көзі көк пен көк қыз біздің сыныпқа да көшіп келсе. Бірақ мүмкін емес, себебі қазақтарда сары шашты, көзі көк қыз болмайды. Ешқашан. Не? Неге барып қазір киімді шешініп, киімді ауыстырып, сосын алып, жаттап, анықтап. Себебі таңертең 8-де мектепте болуым керекпін. Кешкі 7-8 апай звондағанда мектепке баруым керекпін. Қатты қобалжып тұрмын. Маған сәттілік тілеңіздер. Сағат түстен 4 мен сауытымды ала алмаймын. Өйткені оны түсіріп алуым мүмкін. 25.09.2008 25 қыркүйек.